Ассалаумағалейкум, қадірменді футбол сүйер көрермен. Аси Инсайт YouTube арнасында бізде кезекті подкаст. Бүгінгі қонағымыз ерекше осы футбол саласындағы маман, Қайсар футбол клубының маркетологы Ғалымжан Жалғасбек. Қош келдің, Ғалеке. Бірден Ғалекеңнің бір қызметіне қатысты, біз біле бермейміз, футбол клубтарында маркетолог мамандары не қызмет атқарады? Жалпы маркетолог деген нәрсе бар ма дегенде сұрақ бар ғой бірінші. Қояды ғой, ондай қызметкер бар ма ояқта деген. Қазақ футболы мен маркетология қалай өзі дейсің ғой бір-біріне үйлеседі. Біріншіден маркетология деген термин жоқ, ол маркетинг дейді ғой. Енді маркетинг деген жалпы сала, маркетинг деген әрбір саладан алсақ, ол жаңағы байланыстырушы ғой. Мысалы, спорт саласын алатын болсақ, спортты бизнеспен байланыстырушы. Мысалы, қазіргі таңға біздің Қазақстан, енді айтпаймын, что жоқ маркетинг саласы, жоқ жұмыс жасалып жатқан жоқ деген не жоқ, бірақ өте бәсең. Жаңағы, өткені бізде бір определенный клубтарға байланысты жұмыс жасалады. Ол Қайрат болсын, ол Астана болсын, өткені олар Еврокубокта ойнайды, көп спонсорлар сол жаққа көбінесе ауытқиды. Енді қазіргі таңға маркетинг деген бүткіл әлемді қамтып отқан сала. Өткені қазір футбол, ол тек қана футбол емес, бизнес болып кеткен. Мысалы, сіздер элементарно енді өзі әлем бойынша 6 чемпионат бар ғой. 6 чемпионаттың енді мықты-мықты топ 5 дейді ғой негізі. Топ 5, 6, Францияны қос, не қыл. Біз үшін 10 даже. Соның ішінде енді АПЛ номер 1. АПЛда мысалы олар жаңағыдай бюджетный нелерге қарап әкімдікке қол созбайды. Олар тек қана в основном трансляция. Трансляцияда это первый не, мысалы маркетингтің ең бір несі, жаңағы өзі список бар да, сол списоктың ішінде трансляция бірінші орында болу керек. Сен трансляциядан ары қарай жаңағы ақша табуың, болельщиктерді, заинтересованность болельщиктер, полностью содан кетеді. Негізі енді бізде Қазақстанда былайда қазіргі мен өзім футбол саласына келгеніне 3 жыл болды. Оған дейін біз басқа салада жұмыс жасадық. Футбол саласында айтайын, 3 жылдың ішінде мен 3 телевизионный продакшндарды көрдім, который трансляция түсіретін. Негізі трансляцияны түсіретін мен өзім ойым, бір компания болу керек, ол барлығымен қамтамасыз етілу керек. Мемлекетте жалпы бірақ компания обязательно. Мысалы, аутсорсинг болса да, ол жұмысты жасау керек. Ол мысалы сен бір жылы мынаған бердің, екінші жылы мынаған бердің, ондай нәрсе болмайды. Биыл мысалы бас продакшн алып отыр. Бас продакшн алды. Алдыңғы жылы QFL деген болды мысалы. Тараздың бір жігіттер істеп жүрді, мен білетін. Алдыңғы жылы Каспий спорт деген істеді, олар орыс, жаңағы көрші Ресей мемлекетінде келген мамандар. Олар мысалы қалай, мен енді өзім ойым, олар мысалы бізде жаңағыдай өзімізде маман жоқ па, оны түсіретін? Бар. Неужели? Бар. Ол мамандарды біз дайындап, именно нацелено сол трансляционный нені жасауымыз керек. Содан кейін барып біз уже маркетинг туралы әңгіме айта аламыз. Мысалы, қазіргі таңда маған шығады жаңағы спонсорлар. Олар айтады, мен ана жерге баннерымды ілсем, болмаса мен формаға өзімді ілсем дейді да, мен көрінем ба дейді анадан, трансляциядан. Конечно, ол көрінбейді. Кей жерлерде көрінеді. Ол анандай, мен айтпаймын, что бізде жоқ деп, трансляция жақсы бар, бірақ все равно уровень әлі қайда өсіру керек. Сол жағын бір... Енді былай ғой енді, мен айтайын енді, бас продакшнның жеңіп алғанына мен қуандым өз басым. Өйткені бас продакшнның базасы бар, техникасы бар. Енді кеше түсіріп жатқан камераларын көрдіңдер ғой, Лига чемпионлықта түсіріп жатқан камералар сияқты. Длина Фокс қой енді, Длина Фокс. Баяғыдан бар ғой, үлкен қалада түсіріп жатыр ғой сол мен негізі. 35 жыл болды Премьер-лига, ондай бірінші рет түсіріліп жатыр. Қойып түсірілді. Қызылордада бірінші рет. Қызылордада бірінші рет. Қызылордада бірінші рет. Алматы Астанада түсіріліп жатыр. Бірақ регионға бірінші рет. Енді тоже уже. Мәселені қарау керек сияқты да, енді сөзіңіз бөлсем ренжімеңіз. Ютубта мен қараймын, мысалы, ойнап отырған командаларды Ютубта қараған кезде 1500-2000 ғана просмотр прямой эфирде. Әрі кетсе ол жаңағы ойындарды сақтап қалса да бір 10-15 мың просмотр алуы мүмкін. Ол да мен жаңағы айтып отырған логотиптерін іліп алып жүгірген
футболисттер үшін не үшін шынымен де кәсіпкерге бір пайдасын әкелмейтіні анық қой негізі. Мүмкін сол жағында бір күшейту керек шығар. ютубта көрсетілім жағы қалай ойлайсыз? Енді ол жағын айтайын, сол YouTube негізі мен келген жылы ПФЛК ТВ деген бар тұғын, YouTube'да канал. Оны қазір алып тастады. Олар енді қазір бізге айтып жатыр, YouTube'дан біз трансляцияны жүргіземіз, бас продакшн несі бар, сол платформада біз жүргіземіз деп жатыр да. Бірақ енді мынандай нәрседе заинтересованность, ол енді адамның қызығушылығы, ол тек қана сол трансляционный момент емес қой. Оны қызықтырып, міне, маркетологтың жұмысы қызықтыру. Мысалы, әрбір сіздер енді Аси бізге матчқа жаңағы КПЛ-дің әрбір турына жанкүйер болып келеді, көреді. Мысалы, Аси, енді өзіңізге бір не сауал. Біз, мысалы, матчдей жасаған кезде қаншама адам жиналады? Қызығып. Бір там әншін шақырған кезде. Әншін шақырамыз, болмаса там активность жасаймыз. 5000 адам кем. Ол енді менің немде, мысалы, біз енді мамандармен сөйлесеміз ғой, мен айтып отырмын, 3 жыл болды келіп. Оған дейін футбол мамандарымен, мысалы, Ерасыл Шәрбек деген жігіт бар бізде, медиа офицер. Ол жігітпен мен лично сөйлесіп не алған кезде, мысалы, ол айтады, енді бұндай центральный матчтарға келеді, бірақ бұндай жаңағы не аудитория жиналмаған дейді. Сол үшін біз максимально қазіргі спонсорлардың, енді мен айтайын, Қазақстанда бір ғана минус, енді мен өзім жақтамаймын да, беттинговый компания дейді ғой, букмекер. Солар ғана поддержка жасайды клубтарға. Қазіргі таңға солай. Оның бірақ плюсы ғой, қала минусы көп қой, қоғамға келіп. Енді былай ғой, ол бізге плюс алып келгенмен, басқа қоғам жағына ол енді шамалы несі бар ғой. Бірақ олар мынандай нәрседе, олар мысалы оларға жаңағы ұсыныс жасасан, олар сол ұсынысты қабылдап ары қарай дамытып жібереді. Мысалы мен айттым, матчдей жасайық, олар давай мынаны шақырайық, мынаны бүйтейік, болмаса анандай розыгрыш жасайық. Былтыр бір көп әншілер Калифорния. Жоқ, Калифорния. Демек олар беттинг компанияның мекеменің ішіне келіп отыр ғой, сондай? Беттинг компанияның ақшасымен келіп отыр ма оның клубтың емес. Жоқ. Біз былай ғой, біз бюджетный не болғаны жоқ. Қайсар деген қарызға белшесінен батыр. Дәулетхан, енді ол жағы уже басқа. Бізге қатысы жоқ. Бізге маркетологияда бар, сізде ақша бар. Ойлаймын, өйткені бізде келген жанкүйер десе клубтың өзі шақырып деп ойлайды. Қарызға Ғалекең жауап бермейді. Жоқ, мен қарызды сұрап жатқан жоқ. Енді қараңыз, бізде мысалы спонсорлар, демеушілер, бізде өзі біз ұсыныс жасаймыз, олар ұсынысты қабылдайды да, ары қарай жасап бізге қаражатты төлеп береді. Толыққанды. Мысалы, әртіс келетін болсын, активность дейді. Активностьтар, мысалы, қазіргі таңға бүткіл әлемде практика ол. Бүткіл әлемнің практикасы, тәжірибесі. Мысалы, матч басталмай жатып, 2 сағат, 3 сағат бұрын келіп алады. Болельщиктер. Ойын ойнатады. Ойын ойнатады. Мысалы, ана жерде дартс бар, жаңағы пейнтбол бар, неше бір түрлі. ұсыныс ғой осы жерде. Мысалға, орталық стадиондар, Астана болсын, Қайраттың, Ордабасының ойында жаңағы конференция лигасына баратын кезде де сондай бір үлкен матчтарда, орталық ойындарда байқайтын осындай шоу программалар қырғын кәдімгідей дайындалады. Бірақ кейбір матчтарда ол тұрақты түрде болмайды да. Неге? Негізі тұрақты түрде істеп тұрса халықта келеді. Мысалы мен риза болғаным, кешегі жылдары QG лига қатты жұмыс істеді ғой. Кәдімгідей QG лиганың ақшаны құйды аямай. Жоқ, негізі енді Тимур Турлов деген миллиардер отқа жоқ па оның құлағында былай? Долларовый миллиардер. Енді олар құймағанда кім қойды? Қалай айтсақ екен, тұрақты түрде жасау үшін бізде сол қызығушылық пайда болу керек. Жоқ, беттинговый компанияларыңыз айтып тұрсыз ғой, енді мысалы бірдеңе беттер ғой, енді бетмен кеткен. Енді соларды қызықтырып, мысалға енді айтып отырған, мысалға мен айта алам, то что басқа өңірлерде, жаңағы үлкен мегаполистер емес, басқа қалаларда ондай біз сияқты қызықты бір сәттерді көріп отырған жоқ. И егерде сондай бір апта сайын сондай бір шаралар болып тұратын болса, біз мысалға футбол мереке есебінде қабылдар едік та. Кәдімгі футбол мерекесі бізде Қайсар ойнайын деп жатыр, мысалға енді Қызылордадан ауытқымаймыз деп айта бердік. Сонда да айтайықшы енді. Мысалы Қызылордада Қайсар ойнайын деп жатыр, осыны Оқжетпесті қабылдап жатыр деген мысалға, и біз Оқжетпес пен Қайсардың арасында емес, жалпы халықты
сондай бір мерекелермен қарсы алар едік та, кәдімгі қуантып кәдімгі залды толтырып деген сияқты. Негізі енді мен соған бір кіттей бір мейлін жаңағы ешкім істемей ақ қойсын, бірақ қайсар соны істесе деген бір ой ғой. Мен енді ақша есептегеннен жыным келеді, ақша есептегенге, бірақ сонда да кіттей нормально билетін алып, мен билетін алып келемін, сіздер сияқты емес деп әңгімелер өтті. Біз аккредитациядан өткенбіз. Журналист. Әзілдеп жатыр. Иә, мүмкіндік болса да билет алып келемін. Мысалға Дәулеттің інісі бар ғой, мысалға сол жерде басқарып отыр ол ше. Ол кіріп кете береді любой тесіктен. Бірақ мен билет алып кірген кезде де сол қаншама халық келіп отыр, соларға да бір тек футболдан басқа да бір көңіл күй сыйласа деген ой ғой. Өте орынды. Бұл енді үлкен стадионда болады шығар. Ол енді Ғалекеңнің тура тікелей сұрағы сол. Енді ол былай да жаңа сіз айтып отырғаныңыз Әлке өте ол мен толық келісем. Өйткені былай да бізде футболды көру не болу керек? Енді орысша айтсам болады ғой, проведение досуга болу керек. Мысалы сен жұмыс жасайсың 5 күн, тоқтамастан жұмыс жасайсың, и сен жаңа суббота воскресенье сен демалғың келеді. Ол сондай болу керек, көзқарас сондай болу керек. Бірақ бізде оны чуть басқашалай қабылдайды. Енді қалай айтсам екен, ол барлығы бірдей емес. Бірақ кейбір адамдар бар, мысалы, олар тұрады да, мынаны былай істесек, мынаны былай істесек деп айтады да. Біз енді күнде естейміз ғой, ол жерде неде жүрік, стадионда жүрік, неше түрлі нәрселерді естейміз. Бізге де айтады, мынау әншіні неге сендер мына матчқа шақырмайсыңдар, неге ананы былай істейміз. Ақыл айтатындар көп. Оның барлығын, біз ойласқанбыз. Негізі біз, енді мен айтып отырмын ғой, футбол саласында Ерасыл Шәрбек деген қайтып інім бар. Ол жігітпен біраз ақылдасып, біраз идеялар жасағанбыз. Оны ұсындық та директорларға. Клубтың директоры енді кім болды? Садық Шонмұрұлы Мұстафа. Сол кісіге де ұсындық, қазіргі директорге де ұсынып жатырық. Енді барлығы айтарлықтай қазір жұмыс несінде, процесте дейді ғой. Бірақ ол нәрсені істеуге тырысамыз, бірақ енді оның барлығы жаңа сіз айтқандай ақша санамақ қояйық деген әңгіме. Ақша санамақ қояйық. Өйткені бұл жерде былай да, мысалы біз неше түрлі бір ғана мәселе, қазір соны айтып жібересің. Менің ойым просто қазір біздің стадион қанша сыйымдылығы? 5.000 ба? 6.800. 6.800 ба? Иә, мысалы 6.800-ді толтыра алмай отырық, ертең 11.000 стадион салып алдық. Оған не істейміз деген вопрос бар. Ол қатысты сұрағыңыз мұны Қайрат Нұртасты шақырамыз. Қайрат 11.000 адам жинайды. Ол бізге жинап береді. ИК-ны шақырамыз. Садра дейін көп қой. Жоқ, әнші шақыру емес. Басқа. Енді футбол тегін бауырсақ таратса да халық бара береді. Мен айтайын, енді біздің әке-шешеміз кезінде енді футболға өзі футболдың мәдениеті болды ғой. Футболдың кеңес үкіметінде кезінде локомотив бір Москвич деген еді ғой, Москвич, холодильник, лотерея ғой. кіл, бала шаға сол кезде кәдімгідей холодильник үшін барған ғой. Сөйтіп футбол мәдениеті қалыптасып, жанкүйерлер қалыптасқан. Ол кезде енді СССР-дың кезінде білмеймін футбол. Жоқ, СССР былай десем, бертін келе анау машиналар поледа айналып жүретін еді ғой, бүйтіп. Ол реклама ғой. Жоқ, реклама болса да сол анау бүйтіп сондай бір сәттер 15 минуттың ішінде бір неше түрлі нәрсе көріп тастайтын еді ғой. Қазір жаңа машиналар көріп қалады. Иә. Оны біз осы 24-тің өткен жылы жасалған сезонында жарағырет қой. Танк деген машина. Бізде былай да, енді Әлике, ол неңіз прям идеяңыз, сұрағыңыз орынды болып жатыр, маған ұнап жатыр. Негізі бізге келсеңші Қайсар. Енді қараңыз, бұл жерде былай, бізде қазір Қазақ Қызылорда енді облысында дейік та 10 Қытай автопромы кірді. Енді Қытайдың машиналары. Мысалы, оларды неге тартпасқа? Сұрақ әдемі. Олар қызыға ма? Бірақ неге қызықпайды? Біздің 15 минутта олар былайынан пайдаланады. Өте күшті нәрсе. Бірақ обратно же барлығы ақшаға тіреледі. Мен мысалы былайда прескурант қойып қойған түгім. Енді мынандай нәрседе мен оны былай шеше алмаймын. Өйткені басшылық бар. Стадионның басшылығы бар, клубтың басшылығы бар, олар шешіледі. Ол спорт бар. Олардың барлығына мысалы мен прескурант қойдым, айтам, 15 минуттың сенің 1 миллион теңге деймін. Мысалы, условно. Енді 15 минут жарнама. Мысалға 15 минут жарнама деймін. О жерден басталады.
біздің Қызылорданың бір енді жаңағыдай бір кем дүние өзіміз ғой деген әңгіме бастала ма? Иә, мен анау арқылы келіп едім. Ол маған тұрады да мен енді айтамын да бұл нәрсе бекітілген нәрсе. Бекітілген нәрсені мен өзгерте алмаймын деймін ғой. И ана жақтан шығып бастайды, сондан маған ең ұнамайтын сол нәрсе. Не үшін? Өйткені біз за развитие футбола. Мысалы, Әлекең дұрыс айтып тұр. Сен қызықтыр, адамдарды тарт. Бірақ олар өз бетінше мысалы келіп, міне біз клубқа осындай матчтарға осындай нәрсе ұйымдастырайық. Ол міне осы бағаға келістік деген әңгіме жоқ та, Әлекең. Сол үшін маған сәл ауырлау тиеді о жағы. Не үшін мен оларға айтам, мынандай сумма деймін, мына жақтан келеді да, маған айтады, сен інім жаңағыдай келіссейші дейді да, бір кісілер. Енді айтпақ қойын, айтпақ қойын. Мен айтам да, почему біз бір бағаны қойып, сол бағамен ары қарай жұмыс жасамаймыз? Не үшін? Өйткені клуб должен зарабатывать. Клубта менде мынандай сұрақ бар. Енді мысалға біз үлкен қалалар сияқты емеспіз, тағы да айтайын. Сол үшін біздегі ауқымымыз енді жетпей жатыр ғой. Сол үшін мүмкін айтатын шығар жаңа звондайтындар сізге. То, что чем миллионнан айырылып қалғаннан гөрі 500 мың теңге алып, пайдалы 500 мың теңге түсірейік та, хотя миллионнан айырылып қалғаннан көрі деген бір жолдар ұсынатын шығар. Сосын шығар. Әйтпесе сіздің бағаларыңыз мүмкін ұшып тұрған шығар. Ана кәсіпкерлер қараған кезде одан қайта оған басқа нәрсе істесем болады ғой деген. Вот именно Әлеке қараңыз. Мен былай андай адам емеспін да аспаннан. Опа, мен андай ақша алайын. Жоқ, қайдан білемін мен. Ондай ақша жоқ қой. Қайраттың Астананың қойып отқан бағаларын осы жаққа келіп қойып отқан. Оларда вообще жоқ. Сіз қараңыз, мен сізге айтайын. Алыс кетпей-ақ қояйық. Осы жерде отыр ғой жаңа. Жетісу клубы, Жетісу клубы. Талдықорған. Талдықорған вроде бы. Бірақ олар күміс жүлдегерлер. 2011 сезонның күміс жүлдегерлері. Күміс екінші орын алды. Мен сізге айтайын, олар кәдімгідей амбициялары өте мықты. Мен жұмыс жасаймын да олармен сөйлесем. Енді по работе кейбір моменттерді сөйлесеміз. Әріптестік сондай бір нелер бар, ақылдасатын жайлар бар. Сол кезде мен сөйлескен кезде олардың амбициялары мықты. Бірақ Талдықорған бізден үлкен емес. Кішкене Қостанай. қала. Бізде қала. Бізде де дәл сол күріш егіледі. Бізде де мықты компаниялар бар, мұнай компаниялары, национальный компаниялар да жұмыс жасайды бізде. Не үшін? Мынандай нәрседе біз пока сана ойды өзгертпейінше, біз Қызылордамыз ғой, кішкентай халық қой, мынандай ғой. Біз наоборот, сол үлкен амбицияға жол жасауымыз керек қой. Мен түсініп тұрмын сіздің сауалыңызды. Жаңа айтып тұрсыз, енді біз қызықтырып алсақ, сосын бағаны көтере береміз. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Ондай нәрсе жоқ, мүлдем маркетингте ондай нәрсе жоқ. Сен қазір мына бағаны қойып, ертең ана бағаны қойып жүрсен, ол кезде жаңағы ненің жарылғанын көресіз. Сол үшін сондай нәрсе біз айтып отырмын ғой, ұсынып жатырық. Неше түрлі нәрсе біз енді жылдан жылға қызықтырушылықты да артқымыз келеді. Ертең 10 мың, енді 11 мың дейсіз ғой. 11 мың халықты қалай жинаймыз, қалай не қыламыз. Мен сізге айтайын, команданың бұл жерде барлығы бір-бірімен связан нәрсе. Инфраструктура дедік, инфраструктураны қазір облыс әкімі салып, енді бастамасымен салынып жатыр. Аллаға шүкір. Оны да көреміз. Құда қаласа ашылуына қатысамыз, салтанатты спонсорлар қазір. Мұғалімдер мен жастар аман болсын. Мен түсінем келетін нәрсесі мынаудан андай бүйтіп. Мен өзім қағаз келеді да маған. Белсенді жастар 300 деп тұрады. Мұғалімдер 600 деп. Әр футболистердің ойында осындай шараларға 11 мың адам жинаймыз деп. Көп ұсыныс болып жатыр деген әңгіме айтылды ғой, Қалеке, сіздің аузыңыздан. Жалпы осы қандай ұсыныстар келіп жатыр, нақты бір топ 5 ұсыныс айтыңызшы келіп жатқан. Және біздің YouTube-тың астына комментарийлер жазылады ғой. Мүмкін сол бізді көріп отырған қазір көрермендер YouTube арнамыздың олар да ұсынысын айтсын. Сіз де оқыңыз соның астында. Ең топ ұсынысқа енді құрметті біздің YouTube арнамыздың көрермендері арнайы ең мықты деп Қалекең таңдайды. Келесі подкастта айтамыз. Соған бір футболка берейік. Келістік па? Келістік. Қайсар футболкасын береміз. Келістік. Енді қараңыз, мынандай нәрсе. Футболшылардың қолтаңбасы. Енді мынандай нәрсе ұсыныс, мен былай жаңағы конфиденциальный информация, оны мен былай ашып айта алмаймын. Бірақ енді ұсыныс көбінесе жаңа стадион бойынша. Соған ұсыныс. Өйткені
бізге қазір демеушілер айтып жатыр, біз ашылу салтанатын істеп берейік, жұлдыздарды шақырайық, одан да бөлек жаңағы несінде территориясына анандай нәрселер жасайық деп. Иә, біздікі тұрса деген 3D нанесение жасайық поляға дейді. 3D нанесение деген қазір бүткіл әлемде жаңағы не, ол практика өткені. Мына қарасаңыздаршы, қазір Италия серия 3D 1xbet мысалы, да, там басқа нені қарайық, 1xbet Испания. Бет деп айта беріңіз, один айтамыз. Иә, беттер ғой енді. Жаңа стадион, жаңа мүмкіндіктер ғой, в общем. Иә, олар Сосын жаңа стадионның жарнамасы LED экран болады, иә, ол бізде қазір баннерлер ғой тұрған. Сындырып тастамаса десең, өтші. Специальный жаңа айтылған әңгіме қалмасын. Жаңа енді ұсыныс енді конфиденциальный деді ғой, жасырын, ол айтылмайды. Демек, осы көрермендер бізде қазір пікір жазады, астына ең мықты деп тапқан дүниені біз енді Аси Инсайт Инстаграмға арнайы жүктейміз. Ғалекеңнен сұраймыз, енді WhatsApp-пен болса WhatsApp-пен сұраймыз, жеке болып жеке сұраймыз. Ғалекең өзі табыстайды. Өзі табыстайды. Ең мықты бір ұсынысқа жазыңыздар. Қайсар командасының маркетингін дамытуға деген қандай ұсыныстарыңыз бар? Сен сол ұсыныстың ең мықтысын Ғалекең таңдайды, және бір арнайы Қайсардың жейдесі, футболкасы, футболшылардың қолымен оны жуып тастасаңыздар кетпейтін деп қойып беретін болады. келістік. Осы жерде жарнама. Ал менде бір сұрақ бар енді. Жалпы бізде Қазақстан премьер-лигасындағы 14 клуб па, 14 клубтың 13-і мемлекеттен қаржыландырылады. Қайрат қана Қайратта шықты ғой. Қайраттың өзі бір 70% өзінің қаржысы, 30% акиматтық шығар енді. Бірақ осы енді хейтерлер дейміз ғой енді, сын пікірлер айтатындардың барлығы акиматтан қаржы алмау керек, өз күнін өзі көру керек клуб дейді да. Ерасылдың өз подкасты бар ғой, Қайсарды 300 миллионға да сата алмадық деген. Енді қазақ футболын өз күнін өзі көру үшін не істеуіміз керек? Не қылу керек? Енді қазіргі қандай бағыт ұстануымыз керек? Енді әдеке сізбен былай бұл сұрағыңыз орында, өткені менде де бұл көкейімде жүрген сұрақ. Өткені қараңыздар, біз бюджеттен қамтамасыз етілгеннен кейін бізге көбісі андай немен қарайды, көз қараспен. Жемқорлар. Осылар жеп қойды, осылар ананы бүйтіп қойды. Қараңыздар, барлығы бір-бірімен байланысты дүние. Мысалы, регионның, біздің облыстың, аумақтың дамуы тікелей спортқа байланысты. Мен айта аламын оны. Өткені не үшін? Спортты дамытып, инфраструктураны дамытып, сіз ертең құда қаласа, мысалы, Қайсар жаңағы барлық өмірдің соңына дейін жаңағы несі чемпионаттың соңында жүрмейді ғой, құда қаласа чемпион болады. Чемпион болған кезде олар Еврокубокта ойнайды. Болмаса үштікте. Сол Еврокубокта ойнаған кезде біздің стадион соответствует оған. Стандартқа. Жаңа стадионымыз. Иә. Европада, мынау Ақтөбе сияқты барлық матчына болельщиктер жүреді бірге. Европада. Ол мысалы не үшін Қызылордаға 100 жанкүйер келсе пайдалы ғой? Әрқайсысы Мысалы бір келді, ішінде бір блогер, айтайық мына Дәулетхан сияқты бір блогер келді ал. Мысалы, сол жерден Қызылорда туралы, мына Қазақстанның оңтүстігінде осындай Сырдарияның бойында Қызылорда деген қала бар екен. Сол Қызылордан осы осы барлығы соған байланысты дүние ғой. Дамуына байланысты. 100 турист келіп 100 евродан тастаса 1 миллион евро Қызылорда қалады деген сөз ғой енді. Енді, қалса да қалмаса да ол нәрсе 500 евродан тастайды. Ол нәрсе жақсы нәрсе ғой. Мысалы, уже бүткіл жаңағы біз айтамыз ғой. Мысалы, бізде Головкин жаңа Қазақстанды танытады. Қазір Шафқат Рахмонов дейміз, а неге Қайсар танытпайды? Мен сол сұрақ. Не, ол мүмкін емес. Біздің де сол сұрақ. Мүмкін нәрсе ғой ол, мүмкін. Мынау мысалы стадионды қазір қандай қылып жасап жатыр, маған ұнайды. Стадион проектісі, в общем, енді сол нәрсені мысалы қазір біз не үшін жасамасқа? Осыны қазірден бастап жасау. Ол неден басталады? Бізде футбол орталығынан басталады, академияда. Мысалы, жаңа Асидің жаңағы айтып отқаны өте күшті нәрсе. Біз қалай оған немізді қоса аламыз? Біз қазір жасөспірімдер футболын көтере аламыз. Бізде фундамент керек Қазақстанда. А для того, чтобы развивать, для того, чтобы развивать, мен мысалы Алматыға бардым, академияға, Қайраттың академиясына. Мен сізге айтайын.
анау енді Әлемде. СНГ-ді үштікке кіреді деген өтірік әңгіме емес. Барлығы Шетел ма? иә, барлығы СНГ-де бірінші орын алды. иә, орнымен, сосын енді поляларын айтпақ қояйын, корпустары жататын, тренажерный залдары, подходы, вообще. Енді вот сондай бізде үлкен енді Боранбаев мырза Қайрат Сәветайұлы. Сәветайұлы. Ол кісі осы неге біраз нәрсе құйды ғой Қайратқа. Дәл сондай бізде де қаншама мықты азаматтар бар. Алғашқы жемісін де көріп жатырмын. Дастан Сәтбай сатылып жатыр Челсиға деген сияқты енді футбол. Дастан Сәтбаевты қазір бүткіл инсайттар айтып жатыр. Шетелде. Дастан Сәтбайдан бұрын да қаншама футболшылардың ішкі клубтардың өзіне Енді сатып жатыр. басқа Европаға да кетіп жатқандар бар ғой. Теңгеге бірақ. Қазіргі таңға сол нәрселердің жемісін беріп жатыр. Мысалы, ол кісінің көзқарасы, жаңа подход дейді ғой. Подходы, мысалы, қалай қаншама жастарды өсіреді. Мен дос балам бар Қайратта. Біз араласамыз. Ол тренер қазір молодежный Қайраттың дублінде. Сол жігітпен біз сөйлесеміз, ол айтады да қазір Қайраттың составына Байбек шықты дейді. Одан Сатпаев шықты дейді. Какие они мощные, поляда вообще ешкімді сезбейді деп не қылып жатыр да. Оның барлығы сол жұмыстың жемісі ғой. Сен мысалы қазір біз айтамыз, біз қазір мақтанып жатыр қой енді, Қайсар қыз тек қана қазақстандық футболшылармен ойнап жатыр, мықты не қылып жатыр. Бірақ енді мен футболшылармен мақтанам, мықты жігіттер барлығы, бір төбе барлығы. Бірақ сөздің ашығын айтайын. Бізде тәжірибе деген болады ғой. Тәжірибе, мысалы, көбісінің тәжірибелері легионерлерге жетпеуі мүмкін. Кейбіреулерінің тәжірибелері Қайраттың уровеніне жетпеуі мүмкін. Сондай нәрсе. Біз конкурентный среданы дұрыс жасап дамытуымыз керек. Сол кезде біз дамимыз ары қарай. Жақсы, сізге бір сұрақ қояйыншы енді. Қайратты айтып қалдыңыз ғой, дәл сол секілді бізде Қызылордада академия ашылып немесе біз жаңағы айтып отырған үлкен шенеуліктерге біздің осы футболдан қаражат табуға болады екен қызықтыра алатындай маркетологсыз ғой енді. Қанша жыл кетуі мүмкін, или президент тапсырма берсе, кеше құрылтайда айтты ғой уже. Сол секілді тапсырма берсе, бірден орындалып кете ма? Сіз қалай қарайсыз? Неше жылда сондай бір өзгерістер болады? Қанша жылдың ішінде, сіздің ойыңызша, қанша жылдың ішінде біз әкімдіктердің бәріне шығып, футбол командалардың бәрі жеке кәсіпкерлердің қолына қарай өтеді? Енді мен осылай кете бере ма? Болжаммен былай мынандай уақытта ол былай болады деп айта алмаймын. Бірақ ойыңыз енді ол үшін біраз уақыт кетеді. Әлеке енді сөздің ашығы. Өткені бізде былай енді көрші Ресейде алайық, оларда мысалы РПЛ чемпионат, үлкен чемпионат қой енді қазір. Жаңағы олар бізден деңгейі все равно жоғары ғой Қазақстан чемпионатынан. Олардың қазір мысалы Зенит дейміз, жаңағы Газпромнефть, Лукойл, Спартак, олардың барлығы бір определенный уақытта келген жоқ. Уақыт өтті, тапсырма берілді, жұмыс жасау керек осы салада. Жұмыс жасалды. Олар өткені былайда кешегі құрылтайды мен полностью біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен толыққанды келісемін. Неге? Өткені ол кісінің де енді көзқарасы жаңа дипломат қой, как-никак. Қаншама нәрсені көрген, қаншама елді көрген, қаншама адаммен жұмыс жасаған. Ол кісінің айтып отқаны рас. Бүткіл әлемде футбол нөмірі бірінші. Әлемде нөмірі бірінші спорт. Просто футбол көрмейтін адамды айтшы маған, көрсет. Барлығы қарайды, барлығы Фейсбукта отырады, футбол көрмейтіндер. Біреу Фейсбукта бір көп болса 300 адам. Футбол жауып тастау керек деп отырады. Бір 5-6 адам бар, сәлем жолдайыншы. 5-6 адам, соның 100 несі бар, ереді. Артынан ереді. Не қажеті бар деп ше. Ол жерге қаншама мыңдаған адам келіп демалады, дұрыс па? Оның әр клубтың артында 500-600 бүлдіршін бар, футболмен айналысатын. Барлығы Қайсарда ойнауды армандайтын. Біз балалардың арманына балта шапқымыз келеді. Футболды шабу керек, бүйту керек, сөйту керек. Мен сондай бір теріс пікір айтатын адамдар өзім қарным ашады кейде.
неге Қайсардың нәтижесімен бүкіл футболға баға беруге болмайды ғой? Әлемде дамып жатқан чемпионат мираны өткізген мемлекет ақшаның астында қалады. Обратно же, сол туризм ғой. Туризм ғой. Қаншама мыңдаған, 100 мыңдаған жанкүйер келеді. Қаяқтың еді? Уругвайдың ба? Аргентинада ма? Бір жанкүйерді Ресейдегі чемпионатта көрсетті, герой қылып, енді жаңалықтарынан сюжет. Үйін сатып келген ғой. Үйін сатып Россияда Аргентинаға жанкүйер болып келген. Енді барғасын қаяқта өмір сүресің, білмеймін, мен барғасын көрермін дейді. Ол үйін уже ойлап отқан жоқ, футболға келді, болды. Енді Аргентинаға барғасын. Ана бір историяда бар ғой, тарихта бір айтылатын әңгіме, бір ардагер жанкүйер сондай жаңа клубтың несіне барып айтқан дейді ғой, Челсидің, қателеспесем, клубтың басшылығына барып, ертең мен өлгеннен кейін осы стадионның мына жағында бейіттер бар екен, сол жаққа жерлеңдерші, мен сол жерде Челси жеңген кезде естіп жатайын деген сияқты. Енді бұл енді футболдың жанкүйерлеріне қатысты. Англияда бүйтіп айтқан шығар. Дәл сөйтіп айтқан дейді. Жоқ, Англияда да стадионның қасында бейіт жоқ шығар. Жоқ, Бір қазақ бейіт бар сонада. Мен естігенмін. Олар жақта бір мүмкін бір жер дайындап қойды өзі. Дәукеңнің инсайттары. Бізде 3 адам 3 түрлі. Ерекшелігі осы. Мынандай мәселе бар. Мен естігенім ақпаратын, точно бір футболист, бір жанкүйер соншалықты өзінің командасын жақсы көретіні, қарымта жаңағы басқа клубқа барады ғой енді. Сол ойынның көру үшін мына билет таппаған соншалықты ол ана стадион больницаның қасында больница салынған екен, сол больницаға барып Больницаға түскен ба? түсіп, сол больницаға өзін Жетінші жарақаттап, этажынан ба? сол жерден ана палатаға түсіп, сол жерден шығып, сол футболды көрген дейді, балконға шығып. Сондай нелерді айтады ғой. Ақылдар тонды. Бұл шамалы төбесінен көрген ғой. Бұл ағай жердің астына кірген. Стадион жағына жерлешті. Енді қара, бұл әңгімем дұрыс емес десең, біздің өзіміздің әріптестеріміз бар. Ермұхамед Мәулен деген. Олжас бар, фамилиясы кім еді Олжастың? Байбосын. Байбосын. Сол екі жігіттің арнайы подкастына келген Нұрлан Испанов деген спикерді шақыртты. және соны Нұрлан айтқан кезде Ермаштар, бәрекелді, осы бары негізі деген сияқты әңгіме айтты. Нұрлан Испанов Мәселенки енді сол жерден әңгімелерінің 95% өтірік. өтірік шын аралас. Нұрлан Испанов бізді көріп отқан болса, сізге қарсы шығып отыр. Әділбек Серігі. Енді мүмкін ол да бар шығар, бірақ біз алысқа кетпей қойық. Мынау Қайраттың ойыны орталық стадионда Қарама-Қарсы бетте Сатпаев көшесінде не бар? Үлкен үйлер бар. ЖК бар. Сол ЖК-лардан сол тұрғындары сол матчтарды блогер сол жерде үйленіп жатқан сияқты футбол қарап тұрады. Қатты кетті ғой сол кімге? Тәңірінің несінде. 3-4-5 па қалай еді? маркетинговый подход. Ол барлығы сөйтіп. Енді маркетингтік көзқарас деп жатсыз ғой, Халеке? 4-3-3 ба? Маркетингтік көзқарас деп жатсыз. Камера түсіріп отырған жігіт маған айтты. 4-3-3 деген канал бар. Ол 433. жоқ, 4-3-3 қой, футболдағы не ғой, тактика. Сода именно жаңағыны салды. Ол жерде сол Алматы, Қайратты бәрін қатты кетті енді, ақпаратын. Енді маркетинг деп жатырық қой, әлеуметтік желі маркетингтің былай айтқан кезде үлкен рыногы ғой, базары. Дәл сол жер арқылы среда, ортасы былай айтқан кезде, қайнаған қақ ортасы. Бірақ біз, енді сіз 3 жыл болды деп отырсыз ғой Қайсар келгеніңізге, бірақ соңғы осы 1 жылдың көлемінде деп айтайыншы, оған дейін мен Қайсардың инстаграмының қатты бір жанданғанын көрген емеспін. Соңғы 1 жылда қазір бір мобилогов пайда болды, әйтеуір енді былай айтқан кезде тамырына қан жүгіріп, әйтеуір бірдеңе жасалып жатыр. Қайсар көтерсең 5 аккаунт шығады ғой? 5 түрлі аккаунт шығады, әркім ойнайын ашып тастаған фан Қайсар бірдеңе. Енді Қайсардың негізгі аккаунты бар, және оны халық біледі, және бірқатар оқырмандар да бар қазір. 14 мың ба, қанша оқырман бар? 25 мың оқырман бар. 25 мың оқырман бар. Тамаша. Енді неліктен YouTube бір арна ашып басқа әлде бар ма? Бар болса неге әлі халық білмейді? Және YouTube арқылы мүмкін осылай бір подкасттар жасау арқылы ма? Болмаса жаңағы біз трансляцияны енді біз Қызылорда бір подкаст жетеді. Жоқ, жетті ғой, бірақ енді трансляция сөйлеп. Енді одан да бөлек мысалы әлеует жоқ па әлде бізде Қайсарда жалпы ертең жаңа стадион келіп жатыр.
бір тікелей эфирлер жасауға сол жерден мысалға сол пресс конференция әр матчтан кейін болады, сол пресс конференцияны салып отыруға деген сияқты сондай бір мәселелер жасалып жатыр ма, алдағы уақытта жоспарда бар ма? Бізде қазір өтір қойып орысша ол нәрсеге бағыт жасалып жатыр. Енді біз Instagram байқаған шығарсыздар. Өте жақсы келіп жатыр. Мобилографта жұмыс жасап жатыр. Енді былай нәрсе, біз ол ұсынысты өте жаңа ертеректе айтқанбыз. Біздің жұмыс, мен мысалы маркетинг жағы болғаннан кейін, мен непосредственно жаңа демеушілермен, тікелей солармен жұмыс жасаймын. Instagram менің құралым. Құралды бірақ жүргізетін SMM-шік болу керек. Social media маркетинг дейді ғой. Бірақ жаңа Ерасыл Шәріпбек солмен айналысып отыр. Сол жігіт, енді ол Ерасылды мен айтамаймын, өйткені ол жігіт универсал жігіт. Өзінің біраз жұмысы бар, сол нәрсені осы күнге дейін алып келді. Қазір біз ол жаққа мобилограф қойдық. Мобилограф сол бір жағынан SMM жұмысына. Екі жұмысты бір. Енді Құдай қаласа, біз ойымыз сол жаңа трендовый нелерді, нәрселерді жасасақ, бізде енді былайда біз айтамыз ғой, қазір бізде қандай регалий бар дейміз. Қызылорда Қайсар футбол клубында бэкграунд дейді ғой, енді жаңа ағылшынша. Бэкграунд деген енді сенің багажың ғой. Шын мәнінде тікелей айтайық та, енді мен оның несін жасырам. Біздің Қайсар прям тарихы мынандай команда емес қой. Чтоб мысалы жаңағы медиа саласында біз соның өзінде Аллаға шүкір жұмыс жасалып жатыр. 25 мың подписчик деген, мысалы жаңағы охват дейді ғой, просмотр. Ол да үлкен санға жетті. Спонсорлар бізге айтып жатыр, давай біз ананы жіберейік, мына видеоны шығарайық. Жаңағы енді картасын ашпақ қойын, бірақ кейбір спонсорлар айтады, біздің видеоларды салмай кеттің ғой дейді. Бұған дейін ол жаңағы ол видеосыз не қылды. Бірақ енді қызығушылық пайда болып жатыр, адамдар қарап жатыр. Сол бағытта біз жұмыс жасамыз. Барлығы былай айтқандай бір мезетте былай бола қалмайды. Ол жұмыс, ол бағытты жасап жатыр. Маркетолог, түсіндікті. Маркетологтардың қолдан хайп жасайтындай варианттарды сіздер ойластырасыздар ма негізі? Енді мысалға кешегі Бақтияр Артаевтың халықтың арасына отырғызып қою деген сияқты. Бұрын мысалы Садық Мұстафаев бір деген. Жоқ, негізі деп отырғаным ғой. Жақсы хайп болып кетті. Бақтияр Артаевтың кешегі мен ол трибунада отырғанын мен көрген жоқпыз ғой, байқаған жоқпыз ғой. Видеосын көріп жаңа. Риза болдым. Енді өйтіп футболға өмірінде өйтіп жанкүйер болған шығар, Ғарифолла. Өте жақсы. Бокстың адамы ғой қанша дегенмен. Бірақ боксшылардың негізі футболды қатты ойнайды өздерінің жаттығуларында, оқу жаттығу жиындарында. Сол Бақтияр Артаевта жақсы шабуылшы болған. Бұрынғы спорт басқарма басшылары делері анау жерде тұрады ғой, алдыңғы қатарда, кәдімгідей. Я болмаса VIP орында отырады, я болмаса не отырады. Халықтың арасында жүр біріншіден, сосын екінші ПФЛК мен Instagram парақшасымен сіздер қатты жұмыс істеп жатсыздар ойдың негізі. Мен ойымша өйткені олмен Қайсар емес, олмен жалпы бас продакшн мен білем, оны барлық хайлайтс видеоларды ПФЛК-ға жіберіп отырған бас продакшн орындаушы ғой енді. ПФЛК-ның орындаушысы. ПФЛК-ның просто қазір көбінесе Қайсар заказчик ПФЛК. Соңғы салған видеоларды қарасаң, в основном Қайсардың ойындарын, Қайсарда болып отырған нәрселер, ПФЛК соны салып жатыр. Мен Instagram парақшаны айтып жатырмын. Ол жерде енді республикалық парақша ғой енді. ПФЛК-ны жаңадан ашылған парақшасын насихаттау керек болып жатқан шығар енді. Мүмкін. Өткенде Бақытжан Қызылорданікі соны қатысы жоқ қой. Или бір әкімдіктердің андай бір нәрсесі болып жатқан жоқ қой. Әкімдіктерде бар ғой. Жаңағыда ақша төлеп қояды, бір жылға сіз енді осыны ұрып беріңіз деген. Біздің әкім в общем ондай қызықпайды. Жоқ, әкімде емес, жалпы. Осы енді Нұрлыбек Мәшбекұлы Нәлібаев 3 жыл осы Қайсардың 3 жыл болды ма әкім болған облыста. Қайсардың ойын бір саусақпен санарлықтай шығар келгені. Әкім футболға келмейді. Замдар келеді, аппарат басшысы келеді. Ол басқарма басшысы облыс спорт болды. Прокурор келеді, сот келеді. Шақырасыздар ма сіздер, Қалеке? Енді ол кісіге ақпараттың барлығы беріледі. Беріледі ғой. Шахмардан Асқарұлы деген орынбасарының жиі келіп тұратын білемін, өзім көремін. Енді футболдың курьирующий несі ғой енді замы ғой. Жоқ, қызығушылық танытып та келетіндігі. Жақсы, енді балалар футболына байланысты теманы қозғадыңыз ғой қазіргі таңда. Енді бізде арт спорт өте жақсы дамып,
оның айналасында ушу да басқа да, бірақ шынымен де мен көріп жүрмін то что спорт орталықтары бар, шынымен де балаларды футболға 300-500 баланы кәдімгі дайындап жатырған футбол орталықтары бар. Және де оларды мен естіп жатырмын соңғы нелерде. Қайсардың жас кішкене балдарымен тең дәрежеде өнер көрсетеді, бәсекелестік бар деген сияқты мәселелер. Енді сіз маркетолог есебінде білмеймін, бірақ енді бұл сұрақты қойғанымда рас қаншалықты болатынын білмеймін, бірақ сол балдарды бір жерге тоғыстырса деген бір орталықтандырылған жүйе бола ма? Енді бұл сұрағыңызға былай жауап берейін. Қазіргі таңға бізде футбол орталығына жаңа маман келді. Енді жаңа басшылық қой қазір. Талғат Абдығапарұлы басшылықты өзінің несіне алғаннан кейін футбол орталығына Талғат Сыздықов деген кезінде енді Қайсарда өнер көрсеткен, сондай бір футболға деген не понаслышке жаңағы өзі сол нәрсені көрген, өскен, сол футбол орталығынан да өскен шығар мүмкін. Сол кезде сол кісі келгеннен кейін біраз балдардың несін ана айтады ғой, фильтр дейді ғой, фильтр жасадық. Не үшін? Өткені балдар көп, желающийлар көп. Бірақ оның ішінде прям футболға деген бір құлшынысы болмаса, футболға бір сәл болса да икемі дегендер аз. Сондықтан олар қазір тест қабылдап жатыр. Ол мүмкін сіз айтып жатқаныңыз орталықтар бар ғой, бөлек-бөлек. Қаншама нелер бар, жеке клубтар бар. Олардың барлығынан ол балдарды тартып, тесттен өткізіп, Қайсардың сапына жаңағы именно футбол орталығына алады деген ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Қазір ол жағынан жұмыс жасалып жатыр. Сөзіңіз жалғай кетейін. Шынымен де футболда мәке-сәке деген болмау керек. Менің балам ойнасын, менің баламды алыңдар деп ше. Мен де баламды футбол орталығына бердім. Осыдан 1 жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын. Балам, үлкен ұлымның аты Қайсар ғой. Футбол орталығын бәрі мені таниды. Мен баламды ал десем, алады. Сен балаң үшін алам деп айтатын. Бірақ жаңағыдай тесттен өтті. 60 рет жонглирование жасау керек. Тағы да бір деңгейге 100 метр, 50 метрге жүгіру керек. Одан өте алмай қалды. Сол мен бардық та мен ойнағым келеді деп. Мен баламның көңілін қимай апардым. Бірақ айттым, тест болады, жаңағы мен жаттықтырушылар тест болады. Бірақ енді жаңағы Садық Шоңғырышпен бір сөйлесіп жіберсең, тестке қарамай алады ғой деген әңгіме болды да, жоқ дедім. Өте ма, өтсін, өтпесе жеке орталықтар көп. Мерей аренаға бердім. Бар, сәл доп теуіп үйрен, сосын келесі жылы келеміз дедім. Әділбек деп атын бекер қоймапты. Мен сөйттім. Басқа біреу сөйлесе салу мүмкін ғой. Ербол дегендер бар ғой. Мен баламды алдым. Футбол ондай таныстықпен, ағайынгершілікпен, мәке-сәкемен болмайды. Біз футбол дамымайды. Балаң талант па, өтсін орталыққа. Қабылдансын. Солардан ертең бірдеңе шығады. Ал Дәулетхан баласын әкелді, мен әкелдім, сен әкелдің. Балаң допты бір 10 метрге түзете алмайтын балаңды бердің. Не болды ал? Бетті ғой. Дамымайсың ғой, ол жаттықтырушының да шашына қартады, оны үйретем деген. Үйретсін, не үшін жаттықтырушы дейді. Бала футбол Қайсардың футбол орталығына келген бала кішкенден бойында талант болу керек. Ілеп алатын. Мен өзім футболға қатысқан адам ретінде айтайын. Мен кеше ғана енді ағайымыз қайтыс болды, Қиятбаев Сәрсенбек Дүйсенбекұлы. Енді алғашқы ағайым ғой. Сол кісіге біз барып қатыстық. Мен айтайын, бір 60 бала болдық басында. 60 бала. Бір доп тастайды. Ағайымыз қарап отырады. 60 бала ойнаймыз. Шаң шығарып, ол кезде искусственный поляда жоқ. Шаң шығарып ойнаймыз. Бір ай қарап отырады. Допты береді, футбол ойнаймыз. Бір айдан кейін 60-мыз тұрғызды. Сен мұғалім бол, сен банкир бол, сен қоғамға басқа жағынан көмегін тигіз, бара қойыңдар. Дзюдоға қатыс, боксқа қатыс, сен даның наған келеді деген сияқты. Жай мен шығарып салдым. 60-тан 40 қалдық. Тағы 3-4 ай 40-тан 25 қалдық.
25 баланы бірінші лигаға шейін сүйреді. Талантты ол тай күнінен танитын кісі еді. танитын, ол кісі футболды таныстықпен, мынау мен досымның баласы еді деген ондай жоқ. Ол кісі ойнайды, ойнамайды, болды. Сен қоя ғой, көкем бар, қоғамға пайдаң тигізетін басқа бір салаға бар. Сөйтіп айтатын. Қазіргі заманға да сондай болу керек. Біз футболдың атмосферасы деп жатырмыз ғой. Жаңа 2-3 сағат бұрын келу, 2 сағат бұрын кемінде келу, стадионға жиналу, сол жерде бір өздерінше жаңа топ-топ болып жүру деген сияқты. Осы нәрсені мен тек қана Ақтөбеден көрдім. Және мен ғашық болдым аналардың футболға деген махаббатына. Футболға емес, мен солардың махаббатына ғашық болдым да айтқан кезде. Неге? Өйткені Қобыланды стадионы ғой Ақтөбедегі. Соған орталық стадионға келді. Біздің өзіміз жаңа мен алып барған адам айтты, әлі уақыт бар ғой 2 сағат десем, біз жаңа Қайсардың ойынына үйреніп қаламыз ғой, енді басталатын кезде бара сал, сен қызықты көру керексің ғой, жүрсей деді. Кеттік, 3 сағат бұрын бардық. Барсақ адамдар топтасып жиналған, және барлығы бір жерде тұрған жоқ, бөлініп алған, өзара доп теуіп жатыр, бір жерде жаңағыдай ойындар ойнатып жатыр, дартс деген дүние барлығы болып жатыр енді жағында. Енді басқа да дүниелер болып жатыр. Енді одан кейін барлығы бір жерге жиналды дағыны, жаңа 13-ші сектор ма оларда, соған кіріп барып, айқайлап, жанкүйерлік енді бөлек. Стадионның өзінде де дәл алдында ортасына кірдің ба 13-ші сектордың? Мен оған қарадым. Мен сыртынан қарап ғашық болдым. Ортасына кіру анам қорқынышты болды бір жағынан ше, аналардың енді сен жүрісі. бөтен екенін біліп. Және ол стадионның бір ұнаған жері біздікіндей жаңағыдай екі жағында бір жүгіретін жаңағыдай несі жоқ. Былайынан бүйтіп олимпийский емес қой енді. Бүйтіп қандай дәл алдында ойнап жатады да футболшылар, былай айтқан кезде рахат. Қай точкасына өтсең да стадионның енді футбол көресің былай айтқан кезде рахатынасың. Енді бұл жерде айналып келгенде бұл не үшін айтып жатырмын? Демек Ақтөбенің маркетолог мамандары ма десек болады шығар, енді маркетингтік жағы бірнеше жылдар бұрын дамып кеткен ба, әлде бұл соған тікелей байланысты болып тұр ма, әлде бұл қалай, бұл неге Ақтөбеде осындай феномен, ерекшелік жанкүйерлік? Енді ол біріншіден былай жауап беріп кетейік. Мынау Ақтөбенің историясы, тарихы. 5 дүркін чемпион. Ол терең, өткені бұл 5 дүркін чемпион, ол бір. Сосын бұл негізі қалай басталған? Бұларда бір кісі, енді мен не қылмасам, қателеспесем, жағдайы жақсы кісі. Осы фан движенияны бастап, үлкен осындай, қазір оларды Европада таниды. Польшаның жанкүйерлерге қолын алып кеткен 13-ші сектор. Енді мен сізге айтайын, жаңағы былай терең мен олардың несін білмеймін, бірақ олардың былай тікелей маркетингке қатысты деп айта алмаймын, өйткені олардың тарихына байланысты. 13-ші секторда мен қазір мысалы былайда, мен демеушіге айтам, менің балдарымды қазір Астанада орталық матч болайын деп жатыр, Астана мен Қайсар. Соған жіберейікші. Или болмаса бір мынау көрші Ташкентке, Өзбекстан еліне жіберейік, Қайсар ойнауға баратырық десе, келіспейді. Тек қана 13-ші секторге. Полностью билетін алып береді, полностью соларға демеу жасайды. Қазіргі таңға оларда не үшін не? Оларда бюджеттен ба, енді мен оны толық білмеймін. Өткені қателесем, олар кешірсін енді. Өткені оларда бөлінеді қаражат. 13-ші секторға кіріп шығуына, жалпы отыруына деген сияқты. Баруына, сыртта ойындарға кемі айлық төлейді олар. Олар активныларға айлық төлейді. Сіз ондай естігенсіз бе? Мысалы, фан движенияда бізде бар ғой, біздің Қызылорданың қасқырларының фан движениясы бар. Бірақ бізде мысалы қолымыздан келгенше біз жасаймыз. Енді анадай дүниелер атрибутика алып береміз. Жақын жерлерге автобус бересіздер деген сияқты. Флаг береміз, автобус береміз. Бірақ ол не үшін жеткіліксіз? Өйткені оларда бір жерде қызметте жүрген адамдар, болмаса оқып жатқан адамдар, оларда бір пайда тіршілігі бар. Көрекші дейді ғой. Мысалы, тек қана өмірінің бәрі осы Қайсармен балет ету емес. Құрғылға бата жүрмейді дейді. Сол үшін 13-ші секторде былай, оларда мотивация береді. Әрбір нәрседе дәке мотивация деген бар. Мысалы, мен қазір айтайын 100 миллион теңге алып келдім спонсорлыққа. Маған содан определенный бір процентін берсе, мен қалай жұмыс істеймін? 3 жылдың ішінде Қайсарға қанша кіргіздіңіз? Енді ол шамамен айтайықшы. Бюджет көтеріп бергеніңіз енді. Енді былай айтайыншы,
конфиденциальный информация ол. Сумманы мен разглашать ете алмаймын, бірақ мынандай нәрсе айтайын. Жоба. Өзіміз есептеп аламыз. Есепке жақсы Мынандай нәрсе. Қызылорданың тарихында, Қайсардың тарихында бұған дейін енді спонсорлар былай айтарлықтай жеке титульный спонсор болмаған. Бірақ мен бір мақтанып не қылған емес, бір енді ондай не ойлап қалмаңыздар, бірақ мен келген жылы осы ойладым да, не үшін Қайсарда спонсор жоқ. Келді, бірінші лигада Юбет деген компания болды. Олар маған дейін жұмыс жасаған маркетологқа шыққан, определенный сумма ұсынған. Олармен мен сөйлестім. Былай да, біз мысалы олардан қаражат алсақ, біз өзіміздің жұмысымызды көрсетуіміз керек. Олар саған әшейін жайдан жай ақшаны беріп қойып, сенің түріне қарап, Қайсар екенсің деп бермейді. Футболкаға жазып қойдың ол болмайды олай. Өйткені ол жерде үлкен жұмыс. Отчеты бар, жаңағы счет фактурасы бар, элементарный сондай нәрселер көп. Сондықтан бұл жұмыс жасалмаған Қайсарда. Үлкен неге коллапс дейді ғой, тудырған сол жерде. Сонымен ол кісілермен мен сөйлесіп, нені шешіп, АВР-ларын жауып, суреттерін беріп, әрбір матчтан видео нелер беріп, енді барынша Ерасылдан алдым, енді келген жылым ғой. Сол алып, жіберіп, оларды жауып, келесі жылға спонсор іздеймін ғой. Сөйтіп іздеп жүрген кезде маған айтады, осындай бейтинговый компания бар дейді. Қазір енді біздің титульный спонсор ғой, бұл жерде айтпақ қойық. Соларда бәйгеге шейін спонсор болды. Соларда маған айтады, и мен бастыққа айтам, осындай болып жатыр, жұмыс жасай бер дейді. Мен оларға ұсыныс жасаймын, басында олар келіспейді. Бізге южный регионға, оңтүстік регионға бізге керек жоқ дейді. Бізде ордабасы бар дейді. Сосын біз қазір Тұранды қарастырып жатырмық дейді. Жаңа стадион Тұранды қарастырып жатыр. Мен Тұрамда енді мен үшін сәл намыстау болды, өйткені тапсырма солай болды, спонсорды алып келу. Мен өтірік айтпақ қойын, это 2 айдай арттарынан жүрдім. Дәлелді. Можете нас рассмотреть. Қараңызшы, міне біз былай істейміз, былай жасаймыз, ананы былай жасаймыз, бәрін айтам. И бір күні маған, мен уже үмітімді үздім. Сол үшін айтады, Алла тағала өзі үмітіңді үздірмесең, өзі алып келеді. Маған телефон шалады, қоңырау шалады. Сонымен мен көтерем, маған айтады, осы сіз мені іздепсіз Москвадан. Сіз мені іздепсіз, осы біз сізбен келісуге дайынбыз дейді. Қызылордаға келеміз, как раз бәйгеге келеміз дейді. Сонымен мен келдірем, мен айтам, вот, болды, мен сізді күтіп алайын ба, аэропорттан күтіп алып, қазір сізбен қасыңызда жүрем деймін. Жоқ, керек жоқ дейді. Біз уақытын айтыңыз, сол уақытта келе қоямыз дейді. Сонымен келді, басшылықты мен кездестірдім, содан басталып кетті. Ғалеке, енді өзің енді маркетинг жағында енді біраздан бері еңбек етіп жүрсің. Осы Қайсар футбол клубының маркетологы ретінде өзің қай клубтың осы маркетингіне қызығасың? Әлемдік болсын, осы Қазақстандағы болсын, өзін дұрыс бағытта жүргізіп келе жатқан? Енді мен былай үлгі тұтамын деп бір жаңағы белгілі бір клубты айта алмаймын, бірақ маған ұнайтындар ол мынау италиялық Наполи. Үлкен жұмыс жасайды. Өткені Наполида Неаполь әкімінің құрамасы. Өткені олар былай да, олар қалай жұмыс жасайды? Олар подходтары өте жақсы. Қазіргі таңға олар үлкен бір Италияда су несі бар. Боржоми дейді ол Грузияда. Дәл сондай артезианская вода, итальянская. София су. София суы солардың несімен. Солармен жұмыс жасайды. Оларда мынау неде? Беттинг емес еще? Жоқ, беттинг емес. Олар беттингті енді оларда чемпионатта беттинг кірген, бірақ Наполи беттингпен жекелей жұмыс жасамайды. Мынандай нәрсе, мысалы біздің орталық стадионға келген кезде байқаған шығарсыздар, қазір орындықтар бар, анау отырғызып жаңағы футболистер отырады, скамейка запасных дейді ғой. Сондай нәрсеге олар Наполи судың осындай биіктікте баклажкасын қойып қойған. Маркетинг очень хорошо работает. Почему?
өйткені адамның халықтың көзі анаған түседі ана суға. Бірінші көреді да, өйткені необычно ғой. Баклашка деген мынандай биіктікте, адамның биіктігінде тұр, и көреді да ананы қарайды да, и ол сол маркетинг. Мысалы анау Фокус деген кино бар ғой, Уилл Смитпен. Когда анау бір санды көрсетеді, и анау 55 деген санды қоя берді да миына. Ананы көрді да ол сонымен. Бұл жерде дәл сондай. Магазинге барғанда жаңағы суды ішеді. Дәл сол система. Бұл жерде дәл сол система, біз соны ары қарай дамыта алмай кетіп жатырмық қой. Сол ғой біздің сәл не қылатынымыз Қазақстанда маркетинг енді. Бәсе, су деп жатқаныңыз ана Наполидің алдында тұратын мен Лете деп тұратын су ғой, сол Лете деп тұрады ғой. Наполидің киімдері бәрі Наполиге балет етесіз ғой. Мен просто Летені сол ана көрермендермен дұрыс информация берейінші деп әдейі бір қарап шықтым. Лете деген суды. Шынымен су екен сол. Газдандырылмаған су. Енді мен жалған ақпарат бермеймін. Негізі оны мен сол Летені ойлап жүргенмін. Қандай жанкер әлімге дейін білмейді. Не ол деп мен ойлап жүргенмін. Лете деген сол. Демеушісін білмей жүрген ғой. Жанкер ретінде. Енді олар қазіргі таңға мысалы оларды жанкүйер бірдеңе деп деймін. біз айтамыз ғой Emporio Armani, мысалы Armani жеке жейделерін тігеді оны Наполидің. Енді ол мировой бренд, личный бренд деген сол нәрсе. Когда сен личный бренд любой салада, мысалы маркетинг саласында личный бренд деген ол сондай нәрсе, когда сенің клубыңды, мысалы болмаса сенің продукцияңды халық ананы көрсеткісі келіп тұрады. Жаңағы мен риза болатын нәрсем, Наполидің мен парақшасында бармын ғой. Магазин бар оғасында, кіріп кетесің, магазин ішінде бүткіл жаңағы формулар бәрі тұр. Новый форма шықса, бірден сол новый форма эпикировкасын бәрі шығарып қойып, бірден сатып алып. Анау осында ыңғайлы просто. Фаншоп. Ыңғайлы. Фаншоп, вот сол фаншопқа қатысты айтыңызшы, Қайсардың өзінің фаншопы қашан пайда болады? Бұл үлкен сұрақ. Стадионның қасында болса, Маңызды сұрақ. Жоқ, хотя бы Инстаграмнан ше, сәлематсыздар ма деп ана ТикТокта ұрады ғой бүйтіп ше. Мінекей осы газ алып қалсаң 15 мың теңге деп ше. Хотя бы сөйтіп сатуға болмайды. Енді мынандай нәрсе біз негізі бұрынғы басшылықпен бір жоспар жасап қойған тұғымыз. Біздің Қызылорда енді қазір монополист деп айтсақ та болады. Асхат деген бауырымыз бар. Асхат Шаукебаев, Биали магазины. Ол енді ол кісі Монополист бұл деген дұрыс емес шығар, енді осы спорттық киімдер мен ол кісіні монополист дей аламын. Өйткені ол оригинал нәрселер кіргізіп жатыр да. Жоқ, басқалар бар, бірақ олардың барлығы реплика. Жоқ, өңірдегі көшбасшы дүкен ғой Биали. Енді олар оның подходы мынандай. Мен ол кісіге давай Асеке, сіз былай жасаңызшы. Мынандай нәрселер жасаңызшы. Біз сонымен сізбен келісім шартқа отырайық. И сіз бізді как представитель фаншопа жұмыс жасайсыз деп едім. Бір мезетте маған продукциялардың барлығын шығарып алып келді. Бірақ басшылық өзгергеннен кейін бізде барлығы тоқтап қалды. Бізді көріп отырсаңыз қайтадан жалғастырсын. Ол нәрсе бар. Не үшін? Былай да бізде мынандай да, бізде мен ойбай фаншопты жасайым, саған келем, сен давай маған соны істеп берші деген мың сан адам келді. Бірақ соның ішіндегі ең серьезно болғаны осы Асекең. Сол үшін фаншопты мен ол келген жылы, енді сіз сияқты сырттан келдім ғой футболға. Келдім, сұрақты қойдым. Сіздерде жоқ па не деймін да фаншоп? Қайсардың басшылығын айтам, сіздерде фаншоп жоқ па? Мен жейдені қаяқтан аламын деймін ғой. Өйткені біз енді көреміз ғой, Қайратқа барасың, Қайраттың орталық стадион алдында деген, прям сосын доступный баға. Доступный бағада барасың, қымбат емес. Мен ана бір осы жердегі бір жігіттер оригинал форманы жаңағы сатып не қылып жүрген, бағасын айтқан кезде мен шок болғанмын. Біз енді бірге бір қосады ғой енді. Сол үшін мынандай нәрсе, ол фаншопты жасаған кезде де ориентация на клиентов. Мысалы, Асекең оны жасай алады деп ойлаймын мен. Жасай алады. Биали жасамаса басқа қиын. Жасай алады. Біз ол фаншоптың жұмысын қайтадан жандандырамыз, әлде жұмыс жасаймыз. Жаңа басшылықтың құлағына алтын сырға. Керек негізі. Соны жаңағы айтып кететін дүние осының барлығы бір список қой. Мысалы, белорусский футбол бізге ең жақыны қазір ТМД елдерінде осы белорусский футбол. Өйткені белорусский футбол дәл біз сияқты жергілікті акиматтың несінен қаржыландырылады. Олар да дәл сондай. Бірақ олар
стиль таза. әлде қайда бізде маркетингтен жоғары. Қазір мен сізге көрсетем презентацияны. Соны жасаған белорусский біздің мамандар, әріптестер. Солар жасаған өте күшті. Жаңа автобустарын неған, мысалы ойынға келген кезде өзде оларда национальный не картошка ғой. Картошка не қылады, егет жақсы көреді, жеген жақсы көреді. Сол стильде киініп келгені бар. Енді оның барлығы бір маркетинг дамуына үлес қосады. Өйткені фан-шоп соның ішінде списігінде бар. Сен адамды қызықтыру үшін осы нәрселерді істеуің керек. Өйткені қара, бір нәрсені істемей, екінші нәрсені істеп, сен оны қызықтыра алмайсың. Барлығын жаңағы айтады, кезең-кезеңімен жазып. Мен риза болатыным просто хоккейдің рекламасы қатты ғой. Мықты. Қатты маркетологтар. Сол хоккейдегі маркетологтардың бәрін ренжімеңіздер, енді футболға алып келсе күшті болады. Мысалы Барыстың өзі 8-де 1 ұтылып жатса да 5.000 адам, 3.000 адам, 10.000 адам көріп отырады соны. Енді аурасы бөлек қой Ол жерде қызықтыру үшін спортивный, оларда спортивный концепция. Енді қараңыз, обратно же бізде не үшін бізде сәл қызығушылық аз КПЛ-да. Почему енді сұрақ сол қойылады ғой. Хоккейді біз салыстырып отырық, хоккей айтамыз, хоккей мықты, хоккей мынандай адам жинайды, хоккей мынандай адам жинайды деп айтамыз. Бірақ ойын барысымен, мысалы олар КХЛ-да өнер көрсетеді. Ол КХЛ деген бойынша бүткіл әлемде мықты деңгейде ойнап жүрген хоккейстер. Сондықтан мы что хотим? Қайтып осы сұраққа келдік. Академия жайлы. Түлектерді шығарамыз, дастан сатпайларды шығарамыз. Неше түрлі адамдар. Мағыналы футболдың мәні маркетингте. Жоқ, енді бір қайсарымыз бір чемпиондыққа да таласатын күнге жетерміз бір күн. Ол үшін енді біздің де жергілікті демеушілер, ауыл партиясы қолдаса болады. Қалтасы қалың азаматтар бар ғой. Мен ойлаймын, Болат Өтемұратовтың қорына да бір шығып көрсе қалай болады екен. Мен қазір осы құрылтайдан кейін біраз ойды жинақтап өткенім, мен 23-те есімде, 23-те даже 24-тің басында біраз мекемелерге, осындай үлкен холдинг корпорацияларға хат жіберген. Біраз хаттар жібердім, спонсорлықта жайында, сосын инвентарь алып беру жағынан да, мысалы бізде біраз нелер керек болды, 100 шақты доп керек болды. Сол кезде мен Қызылорданың төңірегінде біраз мен деген компанияларға шықтым, не жасадым. Тек қана біреуі ғана жауап берді. Біз қазір бүткіл ресурстарымызды, қаражаттарымызды не қылдық, келесі жылы жазаласыздар ма деп. Сондай не қылды. Өзіңіз ойлаңызшы, енді мен алдамақ қояйын. Нешеуіне жаздым? 30 шақтысына жаздым. 30-дан бірақ жауап келді ма? Енді футболға көзқарас сол үшін қазақша жаздым ғой, орысша жаздым. Жастар орталығына қазақша жаздым, қазақша. Жоқ, енді қараш, 30 жергілікті мен деген компанияларға осы Қайсардың бір кем-кетігін бір көмектесуіне, бір дамуына, өрлеуіне хат жазғанда біреуінен жауап келген, оның өзі келесі жыл хабарласты. Таза қазақпайский жауап берген ғой енді. Былай қарап отырсаң, кімге ренжисің? Футбол тек әкімге ғана керек сияқты. Қаншама жанкүйерлер бар ғой енді. Бір Европаның клубтарына қарасаң, кәдімгі клуб банкротқа ұшырап жатса, жанкүйерлер ақша жинап, жаңағы клубтың өздері сбор ашып, сол клубына жанашырлық етіп жатады ғой. Бізде Акимат қайда қарап отыр. Қайсардың алдына бір жәшік қойып болмаса. Англияның 3-ші, 4-ші лигаларында билеттер 10-15 мың болады. Сол ғой. Сатылып кәдімгі қатты. Сол нәрсе ғой, бізде соны барлығы тіреліп келіп, сол обратно. Бұл жерде бір ғана саланы былай маркетингті алып қойдым. Футбол жағы керек емес деген дүния жоқ қой, барлығы бір-бірімен байланысты. Ол байланысты болғаннан кейін барлығы бір немен көтерілу керек қой. Бір дене болып өсу керек. Бір дене болып өсу. Бір өкініш бар. Ламтадзеге жаздыңыз ба? Ламтадзе қазір биыл бізде Қайсар неге алмады сол? Федерациядан мынандай нәрсе бар ғой. Федерациядан қазір жаңалықтар келді.
біздің банк енді екінші деңгейлі банк дейді ғой. Біздің федерацияны спонсорлықпен, демеушілікпен кіріп жатыр. Ол банк, екінші деңгейлік банктер емес, бір ғана банк. Оның суммасы 30 миллиард теңге. Фантазия ма? Енді мүмкін сол. Бұл енді Англияда бірінші лигасында Wycombe деген команданы сатып алды. Бірінші лига ма? Бірінші лига? Осы чемпионшипке шығады осы. Жоқ, Wycombe екінші лига, бірақ бірінші лигаға шығады. Түсінсең. Ол жақсы келе жатыр негізі. Мен дамитын енді Англияның бірінші лигасында ойнайтын енді екінші лигада ойнаса да бірге өнер көрсетейін жаңағы ойын көрсетейін деп жатқан команданы сатып алған адам Қайсарды сатып алады деген. Қайсарды сатып алды да чемпиондар лигасында көрсетуге болады өзін. Мүмкіншілік қой, үлкен. Ана жақта Англияда не? Енді бірақ сен демеуші болса бізге өзінің қалтасынан былай айтқанда легионер қоса алады ғой негізі. Wycombe'пен танылудан гөрі Қайсармен танылу Тез ғой. Бұл кісі де не дұрыс айтып тұр. Мысалы біз Астананы үйреніп қалғанбыз ғой, Астананы көре береміз, лига чемпион. Ой, Астана шығады соны, Астананың ойын. Неге Қайсарды көрмеске? Бір жылдары Бізде бар ғой, мысалы стадионда бар қазір Құдай қаласа. 2013 жылдары ма еді, жаңа Шахтер шықты ғой, мысалға. Сол кезде деген бүкіл Қазақстан Шахтер болып ауырған жоқ па? Фенонченко деген фамилиялар жаттап алдық қой біз сол жылдары былай айтқан кезде. Фенонченко ма еді, кім еді? дұрыс айтып отырсың осы. Ойбай қазір деген. Дұрыс айттың сен осы. Жаман ауырдық қой, ойбай соларға деген. Сол жақта Мақсат Байжанов ойнады. Байжанов сол жылы өзіміздің мінекей Қайсардың бүгінгі таңда спорт директоры. Бәрекелді. Құрметті біздің YouTube арнамыздың көрермендер немесе ірі компаниялардың демеушілері YouTube'дан көріп қалып жатса, Қайсар футбол клубының қолдауға, демеуші болуға шақырамыз. Тек қазақтың қара домалақ балаларымен осы Қазақстан премьер-лигасында ойнап жатқан клубты неге қолдамасқа деп осы жерден біз хабарымызды түйіндесек. Құрметті көрермен, Аси Инсайт YouTube арнасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Пікір қалдырыңыздар, ұсыныс айтыңыздар. Жаңа біз айтып өттік, Қайсар футбол клубының футболшылардың қол қойылған жейдені сіздерге Әлекең өзі табыстайтын болады. Сондықтан белсенді болыңыздар, ұсыныс күтеміз.